Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Пайғамбар алейхиссалату вассалам бір күні осылай жатқан екен. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан Абу Бакр рұқсат сұрап үйіне кіруге рұқсат сұрайды. Сонда Абу Бакрге пайғамбарымыз кір деп рұқсат берген екен. Екіншісі біраздан кейін Омар келеді. Омарға да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам рұқсат сұрайды, рұқсат бер деп кірген екен. Бірақ жатқан күйінде жата берген екен. Және ол кісінің киімдері лай тізеге дейін көтеріліп тұрған екен да. Сонда бір уақытта Осман радиаллаху анху кіруге рұқсат сұрайды. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам ол кісіге кір деп рұқсат бермей тұрып, мына нелерін төмен түсіріп, киімдерін және жатқан орнынан тұрып, содан кейін барып Османға кір деп айтқан екен. Сонда осы оқиғаның бәрін тамашалап отқан сахабалар сұраған екен: Алланың елшісі, Абу Бакр мен Омар кіргенде сен оларға халіңді өзгертпедің және киіміңді турламадың. Ал неге Осман келген кезде киімдеріңді турладың және тұрдың деген екен. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан екен: періштелер ұялатын адамна мен қалай ұялмаймын деген екен да. Қараңызшы, бұл Осман өте ұялшақ кісі болған екен. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, ұят бұл иманнан деген.